Аузубиллахи бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді болған жаратушы жаббар иеміз Алланың атымен бастаймыз. Бүкіл мақтаулар мен мадақтар Аллаға болсын және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла Тағаланың салауаты мен сәлем болсын. Біздің каналымызға келіп түскен кейбір сұрақтарға жауап. Қол таңылған болса, аяқ таңылған болса, яғни гипс болатын болса, қалай дәрет алынады деп сұрақ қойылыпты. Алла разы болсын, өте жақсы, керемет сұрақ. Қандай да бір адамның дәрет алатын орындарында гипс болатын болса, немесе бір жарақат болып, ол жарақатқа су тиюге болмайтын болса, және ол су тисе асқынатын болса, ол жарақаттың үстін, немесе бір кесілген жер болатын болса, онда ол үсті матамен таңылып қояды. Таңылып қояды. Сол таңылғанның үстін сипап өтеді. Қолды сулайды, мысалы, мына жер болатын болса, осы жерді сипап өтеді. Сол дәретке жарайды. Гипс та солсында, аяқ болсын, қол болсын. Қол, мысалы, мына тұсқа дейін гипс болатын болса, біздің дәреттің парыздарында шынтақпен қоса қол жуылу керек. Ондай жағдайда қолдан гипс болады, мысалы. Қолды жуып алып, мына оң қолыңызбен толықтай бүйтіп сипап шықсаңыз, гипстің үстін сол дәретке жарамды болады. Аллах Тағала сіздің ниетіңізді толық білуші. Намаздарыңыз қабыл болсын.